Ассалаумағалейкум аға. Сәлем. Енді мынау Жаңаталап ауылында, Шал Ақын ауданындамыз. Осы Жаңаталап ауылы қай жылы құрылды, неше атадан құрылды, сол қысқаша тарихын айтып берсеңіз. Енді үлкендердің айтуы бойынша біз енді осы Жаңаталап 29 жылы оған дейін мынау қыс Тоғайда Есілдің бойында тұрған әр ата өздерінің жерлері бар. Сол Есілдің бойында. Сосын көктемде мынау Есіл тасығанда дөңде тұрады. Сол енді мынау енді осында. Бұл дөңге шыққанда аға, бұл қыстау болған ба бұл жер? Сонда қыстау болған ба? Қыстау анау Есілдің бойында болған. Есілдің бойында болған, иә. Ол кезде қора салынбайды, сол Тоғай қалың. Сонда жаз ғана осында дөңге. Енді неше атадан келген? Енді мынау, енді бәріміз Бәйімбеттің нәсіліміз. Соның ішінде енді Жәнібектің 5 бала. Жылқайдар, Мегайдар, Қойайдар, Бекше, Шүрек. Шүректен бала жоқ. Бекшеден мен өзім міне. Жылқайдарды мысалы сен. Сол Жылқайдардың 6 баласы болған. Содан кейін Ақын бірақ дейді, міне осында. Сосын мына Байғара міне. Мұнда негізі Бекше, Жылқайдар, Ақан Барақ. Жоқ, мынау енді біз Жәнібек. Жәнібек деді. Біз Жәнібекпіз. Мынау енді сол Жәнібектің сыртында мынау кімдер? Ақан Барақ, Байғара. Қыстаулар аталарымыздың қай жерде болған? Енді міне мынау жерде мына тұста міне Қабай Өткел дейді, Ақ жігіт дейді. Сол жерде біздің міне Бекше. Одан кейін Мөлтөгөр дейді міне. Ол жерде Қарамойыл деген өткел болды ертеде. Ол енді тілегендердің, Бегайдардың. Ар жағында Байғара дейді анау Тоғай. Онда сол Байғара міне. Ең бірінші сол 29 жылы осында көшіреміз дегенде Аман сайы сол жерге салмақшы болған. Ауылды, иә, Аман сайына. Анау сол Аман сайының ішінен мынау Жаппашоқ дейміз, мынау іргедегі. Сол жерден қара жол қалаға баратын. Мынау Алқадан ана жерден бастап Ерболдың жерінен бастап солай қара жол. Міне. Оған мінетте мына бұлағымыз міне. Соған көшіп келген ғой аталарымыз. Бұлаққа бола. Бұлаққа бола. Қоныс аударған ғой. Сол міне енді осы ауданның орталығы міне Сергеевка. Осы кіртада міне 12 шақырым. Алқамен барсаң. Сол кіртада енді Қарасу дейміз біз. 40 шақты көл не бар? Қарасу бар. Қарасу бар, иә. Күзге қарай мысалы мынау Есіл тартылған кезде олар да тартылып қалады. Есіл мынау осы ненің өрнесін ұстап тұрған. Сол Қарасулардың бәрінің аттары бар. Мысалға, мынау балықты дейміз. Одан кейін анау әр жағындағысын, дамбының әр жағындағы. Ол енді Қарасу дейді. Ол енді біздің аталарымыздың. Бекше. Өлгентал дейді. Сол жерде. Анау мына жерде міне Алабия дейтін. Алабия. Одан кейін міне Жалтыркөл дейді. Сосын Байғозы дейді міне. Бұл Байғозы атауы қайдан шыққан? Неге Байғозы аты? Байғозы деген соны мен не демей қойдым. Байғозы деп бұл құстың несі ме екен? Сондай бірдеңе енді. Білмеймін енді ол жағын.
Байғозы дейді, Байғозы. ар жағында енді Ар жағында Бөлтөгөр. Бөлтөгөр, Иә, ол жерде де су бар. Ол жерде неге Қарамойыл деген өткел арғы бетте. Оның ар жағында Байғара тоғайы дейді. Ол жерде анау оның тұсындағы анау орыстар қазір Кривой деп жүр. Ол Талдықара су. Талдықара су. Анау оба қайда ертеде. Иә. Мына Махмет шал айтып отыратын. Сол анау соның үстіне шығып, маңайы ағаш. Сол жылқыларымызды қарап деп мұнаға. Бұл оба мынау не деген Байғара оба. Байғара, иә. Ар жағында неге дейді, Баянша дейді, өткел. Оның сол жаңағы Байғара тоғайы бар, Баяншаң бар, соның барлығы бір немен байланысты ғой, ол жайдан жай енді сол Байғара дейді, Байғараның несі сол. Ол да бір енді Байғара атасы солардың несі шығар. Қонысы болған шығар, иә. Мысалы анау сол тоғайға кіре берісте 3 үйеңкі тұрған. Сол 3 үйеңкінің қазір екеуі ғана. Сол мынау нағашыларым анам айтып отыратын сол әйнектің түбінде. Міне. Үйлері, қоныстар сол жерде болған. Сол жерде солдағы өзі қазір орындары бар. Төмпеш. Малдары сол тоғайдың ішінде. Бұлай аталарымыз сонда жайлауға шықпаған ба? Жайлауға шықпағанда сол дөңде мынау көктемде көшеді ғой енді. Дөңде. Сосын анау неде Күлепов бөлес дейміз, онда Байғараның нелері анау. Олар сол жерде сендер анау Амал сайында, Бегайдар анау Қасым сай дейді. Ар жағында Төрегел сайы бар. Төрегел сайы бар. Төрегел анау 22 қайда? Сол. Ол жерде онда да құдық бар. Міне. Кейбір деректерге қарағанда біздің ауыл Алатай деп аталған, сол Алатай атауы қайдан шыққан екен? Алатай енді білмеймін, енді ол арғы атаның біреуі ғой енді, арғы ата нені Алатай дейді. Соны оны нақты білмеймін. Мынау енді ойдың астындағы атауларды біраз атадық қой. Қырдағы атаулар қандай? Мынау жер су атаулары бар. Біз енді Бесағаш дейміз, Қызыл дейміз. Олар енді беретін ғой енді. Мынау Жалпашот дейміз. Бұл үшін бұдан да үлкен болған екен. 41-ші жыл ма бір етіп апты енді. Кесіп алған енді. Содан кейін міне. Одан беретін тағы да нетіп алды. Аждал концертінде ақ жігіт терегі дейді. Одан кейін мынау былай қарай қара терек дейді. Ақ көт дейді. Ар жағында ай батқан екен, ай батқан екен. Міне. Сосын мына жағында қос қара терек дейді. Ступенька баратқанда оң жақ қолда. Ақ көтті, қара теректі оң жақта. Ал сол жағында Нұрбай дейді. Мынау кім? Әсима Бірімжанның қызы дейді. Немересі Бекет. Мынау Роза Сөннің шешесінің әкесі Кәрімжан. Мынау енді Жантас. Онда Сарбай. Баласы Жайсаң дейді. Жайсаң. Баласы Жайсаң деген ол өзі бар ма екен қазір? Мынау енді Сәбит, Әбіш, кім Қабдырашид, Мысықов дейді, мынау енді кімнің? Қасымның.
Нұржан Шопан енді Дәукеннің несі. Мгм. Мынау енді Жанайдың Иә, Жамбылды әкесінің Әкесі. әкесі. Мынау Қайрыш, мынау Зейнештің М, сол әкенің несі. Қайрыштың әкесі. мгм. Өсіпов Қалгүлмен, Өсіпов Белемес дейді. Өсіповтер мынау енді осы социалда ма ол қағашта ма солар. Сонда көшіп Мынау кеткен. енді Бопштың Мгм. Тасмағамбет дейді, Ескендір дейді.